Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін мен сіздермен селедка под шубой салатының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріп, менімен бірге жасаңыздар. Описаниеде жазылған барлық ингредиенттерді суда қайнатып аламыз. Алдымен жұмыртқаны осылай теркада өткізіп аламыз. Келесі кезекте дәл осылай сәбізді де өткіземіз теркадан. Сәбізді бөлек ыдысқа алып қойғаннан кейін қызылшаны да жақсылап теркадан өткізіп аламыз. Қайнатылған картопты да осылай терканың дәл жаңағыдай тісімен өткіземіз. Енді біз салатымызды жинайтын боламыз. Үлкендеу ыдысқа осылай кальцоны қоямыз. Өздеріңізге керек көлемде. Ең астына селедкаларды саламыз шаншқымен. Оның үстіне картопты қойып, жақсылап реттеп қойып алып, майонез жағамыз. Майонез молырақ болған жақсы, сухой болып қалмас үшін. Біздің салатымыз биік, әдем болып шығу үшін барлық ингредиенттерді көбірек қойғанымыз дұрыс. Сол кезде биік болып шығады. Осылай картопты да молынан салып, үстіне майонезді қасықпен әдемілеп жағып шығамыз. Оның үстіне теркадан өткізілген сәбізді саламыз. Дәл жаңағыдай майонез жағып, қасықпен реттеп шығамыз. Келесі кезекте теркадан өткізілген жұмыртқа. Жаңағы ісімізді қайталаймыз. Бетіне майонез жағып, қасықпен реттейміз әдемілеп. Бізде келесі слой қызылша. Осылай қолымызбен әдемілеп қойып, оны да біркелкі етіп, молынан салып реттеп шығамыз. Қызылшаның үстіне майонезді жағамыз. Оны да қасықпен жан-жағына жағып шығамыз. Мен осылай бетіне әсемдік үшін ең соңғы кезекте осылай сырды теркадан өткізіп, бетіне сеуіп шықтым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Дәл осы дайын болған салатымызды холодильникте бірнеше күн сақтасақ та болады. Кез келген үстелдің сәнін кіргізіп тұратын, өте ерекше, өте биік болып шығатын ең керемет салаттың бір түрі бұл. Сіздерге видео ұнаса, каналыма тіркеліп, дәл осы видеоға лайк баса кетіңіздер. Көргендеріңіз үшін рахмет. Ас болсын.